Ұлы дала аңыздары кітабынан Арыстанбап қиссасы. Аманаттың бастауы. Миғражда Мұхаммед пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ерекше сәуле шашқан нұрды көрді. Айналасын шуаққа бөлеп тұр екен. Ол рухта пайғамбардың жарығын көрген сәтте тебіреніп балқыды. Расул таңғалып Жәбірейілге: «Тәнге кірмей кемелдікке жеткен бұл кімнің рухы?» деді. «Ахмет деген үмбетің. 400 жылдан соң дүние есігін ашады. Сайрамда сенің ізіңді басады. Түркістанда исламның нұрын шашады. Хикметінен наданның құты қашады. Тот басқан көңілді күнәдан тазартып, кеселді жүректің шипасын жазады», деді Жәбірейіл. «Онымен тілдесейін. Түркі баласына хикметімді таратса, елді мұсылмандыққа қаратса, хақ жолында қия баспаса, шариғаттан аспаса, жауынан қорқып саспаса, әулиемін деп таспаса, мен тілеген нағыз үмбет сол боларым», деді мүбәрак. Еміренген екеуінің махаббаты Жәбірейілді елжіретті. Періште: «Ей Ахмет, жақын кел, пайғамбарыңмен тілдес. Бұл рахымды Алланың саған төккен мейірім шапағаты», деді. Ахметтің тебіренген рухы шаттық лебімен пайғамбарға жетіп келді, ізетпен сәлем етті. Пайғамбар: «Перзентім, Тәңірдің сүйген құлы бол, еліңнің бағына туған ұлы бол. Хақ жолын ұлықтап, сүндетімді тұтсаң, мына нәрсеге бекем бол. Пақырлық сауатың болсын, тақуалық қалқаның болсын. Тілің зікірден, көңілің шүкірден, ойың пікірден ғапыл болмасын. Тойып тамақ ішпе, құс төсекке жатпа. Көзің қалғыса да, көңіл көзің мүлгімесін. Әділдікті зор тұт, әулиені пір тұт. Діні бөлекті сөкпе. Кәпір болса да адам ұрпағына азар берме. Тура биде туған болмайды. Бұрған биде иман болмайды. Әр намазың миғраж сапарындай болсын. Ғаріптің көңілін күйдірме, сайтанға беттен сүйдірме. Ел бетіңе мақтамасын, малы көп деп байға жағынба. Мінезің топырақтай болсын, адамзаттың бәрін сүй», деп батасын берді. Сөзін жалғап, осы сұхбатқа мына құрмағашы куә болды. «Хикметтің сырын, діннің нұрын осы құрмаға жасырам. Есіңде болсын, менің аманатым саған сау саламат жетеді», деп серттесті. Ахмет қабыл көрді. Пайғамбар онымен қоштасып, сапарын әрі жалғады.